Әдебиеттік оқу сабағына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шекербек Садыханов «Азамат бол». Сен шығарманың мазмұнын білесің. Сенің меңгеретінің шығарма мазмұнына сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, белгілеп оқу, талдау жасап оқу. Өз бетінше сын тұрғысынан бағалау. Шығармамен таныспас бұрын автормен таныс болайық. Шекербек Садыханов, ақын, айтыскер, Жамбыл облысының Меркі ауданындағы Қостоғай ауылында дүниеге келген. Әкем менің, Мұрат, Алтын шақпақ, Найзағай жарқылдары, Аманжолдың ерлігі, Жайна жасыл дүние, Дүние дәурен, Аққу арман атты жыр жинақтары жарық көрген. Шығармамен таныспас бұрын суретке назар аудар. Суретке қарап, шығарманың мазмұнын анықта. Суретте кімдер берілген? Оларды бір сөзбен қалай атауға болады? Әрине, дұрыс айтасың. Суретте мамандық иелері берілген. Ендеше бүгінгі шығарманың мазмұны мамандықтар әлемі туралы болмақ. Өлеңді түсініп оқы. Аманжолды қандай ой мазалап отыр? Осы сұрақтың жауабын іздеп көр. Үзіндіні бірге оқиық. Болды Аманжол үлгілі. Оқуын жақсы оқыды. Әкесімен отырып, былай деді бір күні. Әке, маған қарашы, мен өскенде кім болам? Енді сұраққа жауап беріп көр. Өзіңді тексер. Әрине, Аманжол өскенде кім болам деп ойланып отыр. Жарайсың. Енді өлең үзіндісінің келесі бөлігіне назар аудар. Өлеңде аты аталған мамандықтарды көк түспен белгіле. Кім болсаң да өзің біл, айналайын күн балам. Шопан болғын мен құсап, еңбекті сүй жасыңнан. Ғарышкер бол, елге құсап, отан даңқын асырған. Геолог бол немесе жерден алтын табатын. Қызықтарға бөленсен, бір марқайып қалатын. Осы үзіндіде мамандықтардың аттарын таптың ба? Қане, бірге тексеріп көрелік. Әрине, үзіндіде шопан, ғарышкер және геолог мамандықтары туралы айтылған. Өлеңнен Аманжолдың әкесінің басты тілегін анықта. Үзіндіні бірге оқиық. Дұрыс екен сұрағың. Кім болсаң да еркіңде. Денсаулық боп шырағым, жетейік біз сол күнге. Арманың көп білемін, айналайын Аманжол. Менің сенен тілерім, азамат бол, аман бол. Әкесі қандай тілек тіледі? Өнерлі бол, әнші бол. Немесе азамат бол, аман бол. Немесе үшінші нұсқа, озат бол, ғалым бол. Сұрақтың жауабын дұрыс таптың деген ойдамын. Бірге тексерейік. Әрине, әкесі Аманжолға азамат бол, аман бол деген тілек айтты. Бүгінгі өлең саған ұнады ма? Ендеше сабағымызды қорытындылап өтейік. Бүгінгі сабақта шығарма мазмұнына сұрақтар қойдың. Мәтіннен қажетті ақпаратты тауып,
белгілеп, талдау жасадың. Сын тұрғыдан баға бердің. Әдебиеттік оқу сабағы осымен аяқталды.